Құрметті ағайын, алдында періштелер туралы айтып жатқан болатынбыз, адамға сәжде ету туралы. Енді бүгінгі дәрісте мынау әбіліс мәселесін қозғаймыз. Аятта аузу биллахи минаш шайтанир ражим, бисмиллахир рахманир рахим, илля аба вастакбара. Тек әбіліс қана әмір өзіне де қатысты екенін біле тұра бас тартып тәкаппарлық. Әбіліс сөзінің қазақ тіліндегі мағынасы үмітсіз, үмітін үзу, жақсылықтан күдерін үзу дегенге келеді. Атам қазақтың үмітсіз шайтан деген дос. Ендеше әбіліс жақсылық пен рахымнан мүлде күдерін үзген деген сөз. Бірақ осы әбіліс кім еді? Жын ба, әлде періште ме? Жын болса, періштелердің арасында не ағып жүр ол? Өйткені жындар адам секілді жер бетінде сынақ үшін жаратылған. Періште болса, олардың жаратылысында қарсы шығу, тәкаппарлық жоқ қой. Бұл тұрғысында екі көзқарас бар. Әуелгісі ол жын еді, ол періштелердің бір түрі еді дейді. Яғни оттан жаратылған періштелердің түрінен. Міне әбіліс те осы бір түрден еді дейді. Оған ашық дәлел мына Кахф сүресінде қаят. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. Сол кезде біз періштелерге адамға сәжде етіңдер деген едік. Әбілістен басқаның бәрі дереу сәждеге жығылды. Әбіліс шындардың бірі еді. Ол Раббасының әмірін орындаудан бас тартты. Аяттың мағынасы. Яғни бұл көзқарастағы ғұламалардың ойынша ол періштелердің бірі болмаса, Алланың берген әмірі бұған қатысты болмас еді дейді. Екінші топтағы ғалымдар, ғұламалар әбілісті жын емес періште болғандығын алға тартады. Өйткені аяттан және басқа да мысалдарын осыны көреміз деп айтады. Ибн Аббас әбіліс періштелерден болатын, ол кезде оның аты Әзәзіл еді. Ол жер бетінде тұратын, оның ілімі періштелердің бәрінен жоғары болып көкке шақырылған еді. Ол Аллаға қарсы шыққан кезде Алла оған қаһарланып, оған қарсы айтты. Осылайша ол шайтанға айналды дейді. Бағауи деген ғұламада ең дұрысы осы дейді. Өйткені сәжде әмірі періштелерге берілді. Ал әлгі ол жындардың бірі еді деген аятқа келсек, оның тәпсірі жәннат күзетшілері болған періштелердің бірі деген сөз дейді. Өйткені араб тілінде жәннат пен жын сөзі бір түбірден шыққан. Яғни жәннат, жын дегеннің сөзінің түбірі көрінбеу, бүркеу дегенді білдіреді. Әйткенмен ғұламалардың басым көпшілігі әбілістің жер бетіндегі кәдуілгі жындардан болғандығын айтады. Өйткені періштелер Аллаға қарсы шықпайды, тәкаппарланбайды. Мұндай нәрсе олардың жаратылысында. Әбә уастакбара, сәждеден бас тартты. Әбә деген бас тарту. Уастакбара, тәкаппарланды. Бұл жерде екі қимыл бар. Бірі бұйрықты орындамау, екінші тек орындаумен ғана шектелмей, тәкаппарлық танытып, өзін жоғары санап көкірек қағу. Яғни ол Алланың әмірін орындаудан бас тартып қана қойған жоқ, сонымен қатар адамға сәжде етуді қор санап, өзін жоғары санап көкіректік танытты. Осылайша ол кәпірге айналды. Ва кәне минал кәфирин. Әбілістің жер бетіндегі жындардың бір екендігі анық. Кейбір деректерде оның жер бетіндегі салихалы құл болып көкке періштелердің арасында көтерілген айтылса, кейбір деректерде періштелер жер бетіндегі жындарды жермен жексен еткен кезде бұл кішкентай бала болып, оны періштелер өзімен бірге алып кетіп, олармен бірге құлшылық жасағандығы айтылады. Қандай жағдай болса да басты мәселе оның періштелермен бірге болып мәртебесінің өскендігі еді. Жындардың арасынан мере ең үстін болған ол көктер әлемінде періштелермен бірге құлшылық жасаған салихал құл еді. Сол күнге дейін Алланың берген әмірлерін орындаумен келген еді. Алайда оның сыналмаған бір сынағы бар еді. Ол оның нәпсісі. Сол күнге дейінгі сынақтар оның нәпсісіне ауыр келмейтін еді. Ал енді адам деген біреу топырақтан жаратылып, оған сәжде етіп, оған бағыну қажет болған кезде, ол мұндай ауыртпалықты көтере алмады. Ол мен ғана үстем болуым керек, өзгелер маған бағынып, менен үлгі алу керек деп көкірек қақты.
Алла Тағала одан неге әміріме қарсы келдің дегенде, ол мен оттан жаратылдым, ал ол болса топырақтан жаратылды. Ол топырақтан жоғары деп, от топырақтан жоғары деп қарсылықты. Ол осылай кәпір болды. Кейбір ғалымдар тіпті оны мүшрик болғанды айтады, өйткені ол екі әмірдің бірін таңдауына тура келген еді. Бірі Алланың әмірі, екінші өзінің адамға бағынба, оған бағыныш білдіріп сәжде ету қорлық деген нәпсінің әмірі еді. Ібліс Алланың әмірі емес, өз нәпсінің әміріне құлақ салды. Өз нәпсінің әмірін Алланың әмірінен артық санау, нәпсін тәңір санау деген сөз. Яғни оның жүрегінің түкпірінде тәкаппарлық абжыландай бұғып жатқан еді. Әйтсе де соны түртіп оятатын бір себеп жоқ еді. Адамға сәжде ету әмірі соған себеп болды. Қазіргі таңда да елімізде билік пен мансапқа қол жеткізіп, өзін элита санағандар арасында мешітке барып біреудің табанының астында сәжде ету қорлық деп ұят санағандардың түйсігі сол іблістің пікірімен сәйкеседі. Мұндай осалдық тек іблісте ғана емес, жалпы адам баласында бар осалдық. Бірақ соны жеңе білу керек. Ең басты бұл тұста өздерің тыңдап отырғандарыңдай басты мәселе айтылып отыр. Жалпы адамның жаратылысында да осы бар. Өмірде де мысалы көптеген жетістіктерге жетесің, кейін тағы басқа бір жетістікке сенен оқ бойы озған біреу шығатын болса, дереу оны қызғанып шыға келетін болса, онда сен іблістің жамағатынансың деген сөз. Таққа таласып, билікке таласып, ғылымға таласып, анаған таласып, мынаған таласып, жаңағыдай сөйтетін болсаң, қызғаныш оянатын болса, сол онда іблістің жамағатынан болғаны. Кейбір ғалымдар осы аятты ол кәпірлердің бірі болған еді деп түсіндіреді. Яғни іблістің өзі әуелде кәпір емес еді, бірақ Алланың тағдырында оның маңдайында кәпір болу деген жазылмыш әу бастан бар еді. Уақыты келгенде сол кәпірлігі жатып. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір хадисінде адам баласы сәждені оқығанда сәжде жасайды. Сол кезде шайтан аулаққа қашып көз жасын төгіп жылайды да. Неткеннің қорлық еді, адам баласы сәждемен әмір етілді де, ол сәжде етті. Осылайша оған жұмақ нәсіп етілді. Ал маған сәжде әмір етілді, мен қарсы келіп тозақ берілді дейді. Муслимде бұл хадис. Міне осы тұста біздің мұсылмандардың алар ғибараты өте өмірде қай уақытта болсын, өмірде кез келген жағдай келеді. Өсесің, толсасын, биікке жетесің, мансапқа жетесің. Ұстаздан шәкірт озар деп бір күні басқа біреулер шығып озған оқта, егер соны қызғанатын болсаң, онда сен жағдайың қиын деген сөз. Яһудилер де өздерінен бір пайғамбар күткен еді. Бірақ ол пайғамбар кейін Арабтан шыққан оқта, Араб біздерден әлдеқайда төмен ғой деп, сол Арабтан шыққан пайғамбарды қабыл етпей қарсы шықты. Христиандар да келіп пайғамбарымызға келіп пайғамбар екенін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дәлелдеп берсе де, оны христиандар Арабтан шықты деп қабыл етпей, екеуінің бәрі тозаққа кететіндерін біліп тұрса да қабыл етпеді. Бүгінгі таңда да бұл аятқа қарасақ, бүгінгі таңда да бұл қазақтардың кешегі ата-бабалары мұсылман болған, бүгінгі кейбір дінсіз, атеист, имансыз, тәңіршіл тәңірсіздердің де ол Арабтан шыққан пайғамбар, Арабтан шықты деулерде деп қызғануларда, қызғаныш болуларда, бұлардың барлығы сол яһудилердің, христиандардың ол Арабтан шықты дегендерімен екеуі бірдей. Сонда Алла Тағала қазақтан шығару керек пе? Қазақтан шығарса неге менің руымнан шықпайды деп сөз болады. Руымнан шықса неге менің сол рудың ішіндегі өз адамнан шықпайды деп сөз болады. Атасынан шықса неге мен болмаймын деген сөз шығады. Адам азам дейтін болса, Алла Тағала бір адамды аздырып қоятын болса, оп-оңай. Адам баласы адасам десе, Арапатта жүріп те адасады.
Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.